Қайырлы күн, қымбатты қонақтар мен Әулиекөл тұрғындары. Мемлекеттік рәміздер күніне арналған Қазақстан Республикасының туын көтеру салтанатты рәсіміне қош келдіңіздер. Отан туы желбіреп, көз тартады құбыла. Біз қараймыз елжіреп, туған елдің туына. Көк туымызды салтанатты түрде көтеріп, ата-бабамыздың даңқты дәстүрін жалғастырамыз. Желбіреген туымыз тәуелсіздік мұраттарына адал болуға шақырып, ерекше жігер береді. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын. Жаса Қазақстаным! Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары және қонақтар. Баршаңызды ел тарихындағы айтулы мерекелердің бірі мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мемлекеттік рәміздер әр мемлекеттің тәуелсіздігін білдірумен қатар тұтастыққа ұйымдастыратын, бірлікке үндейтін айшықты белгілері. Біздің тағылымды тарихымыздан сыр шертер мазмұны терең нышандарымыз кешегі өткенімізді айшықтап, ертеңгі мақсатымызды айқындап тұр. Түптеп келгенде рәміздерге нышандар арқылы ұлтымыздың әлем алдындағы бейнесі қалыптасады. Сондықтан әрбір Қазақстан азаматы үшін мемлекеттік рәміздер қастерлі. Уважаемые жители и гости района, поздравляю вас с Днем государственных символов Республики Казахстан. В своем выступлении президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал, что в 3 символах независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков. Флаг, герб, гимн – это неотъемлемые атрибуты любого государства, олицетворяющие его идентичность, политическую независимость и суверенитет, в которых заложены высокие идеалы служения Родине, уважения историческим ее корням и традициям народа. С праздником вас, дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, счастья, процветания, мира и взаимопонимания. Құрметті қадірменді жерлестер, баршаңызды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтай отырып, әрдайым ел ішіндегі берекелі мерекелі, елтаңбамыз еңселі, туымыз тұғырлы, әнұранымыз айбынды болсын деймін. Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған мемлекеттік рәміздердің болашағы бастаған ұлы көшімізді демеп, игі істерімізді қолдай берсін. Мереке құтты болсын, ағайын. Сіздер үшін ән шырқайтын Пономарева Мария. Құрмет, қошеметтеріңіз.
батыр туған қазақтың баласынан, жайқалған жасыл бақты даласынан, ел үшін бір қарыста шегінбейтін, айналдым ер мінезді санасынан, намысынан ешқашан сатпайтұғын, ардайым ел сенімін ақтайтұғын, айнымай бабам салған адал жолдан, салты менен дәстүрі сақтайтұғын. Жаза қазағым, жаза ғажабым, халықта мәңгі қырын азағым. Жаза қазағым, жаза ғажабым, халықта мәңгі қырын қазағым. Елім деп емеренген ет жүрегі, тәуелсіз күнді бабам көп тіледі. Байрағы желберегін көктем әнді, бірлік пен ынтымақтың ел тірегі. Кен байтақ ұлы дала елім менің, жерім деп атқа түсті жөнелмейтін. Кен бейіл қазағымнан айналайын, сен үшін жаным құрбан елім менің. Жаза қазағым, жаза ғажабым, халықта мәңгі қырын қазағым. 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 Сахна төрінде сіздер үшін ән шырқайтын Айса Самалы зор қошеметпен қарсы алыңыздар. Тұрған жалыны, батырлықпен шығып тұрған дарыны, тарихымен терең жатқан қазақтың тектілікпен бастау алған тамыры. Өсиет оңған қарттары, қасиет оңған жастары, әлемге әйгі қазағым бірліктің жолын бастады. Адамдық жайлап жеріндей адалдық тұнған аспаны. Өсиет оңған қарттары, қасиет оңған жастары, әлемге әйгі қазағым бірліктің жолын бастады. Адамдық жайлап жеріндей адалдық тұнған аспаны. Babasının boynusundan naralған, баласының бойы бекем жаралған. Мерекесі күнді болған қазақтың, берекесі соған лайық тараған. Өсиет оңған қарттары, қасиет оңған жастары, әлемге әйгі қазағым бірліктің жолын бастады. Адамдық жайлап жеріндей адалдық тұнған аспаны. Өсиет оңған қарттары, қасиет оңған жастары, әлемге әйгі қазағым бірліктің жолын бастады. Адамдық жайлап жеріндей адалдық тұнған аспаны.
туған жастары, әлемге әйгі қазағым. Бірліктің жолын бастады, адамдық жайлап жерінде, адамдық тұнған аспаны. Адамдық жайлап жерінде, адамдық тұнған аспаны. Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған мемлекеттік рәміздеріміз болашаққа бет түзеген ұлы көшімізді демеп, игі істерімізді қолдай берсін. Әрдайым еліміз тыныш, халқымыз аман, туымыздың мәртебесі биік болсын. Рәміздер күні де құтты да берекелі болып, ел бірлігі жасай берсін. Сіздер үшін ән шырқайтын Ернат тобы. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Ой, біргілі өрге ғытты болсын, керемет, елім заман болсын. Сол бағымда бұлбұлдың сазы бардай, жайлауымда құрбымның назы бардай. Ауасымен ауырсам емделемін, бесігімдей сәбидей тербелемін. Сағынғанда бауырыма басым келем, сарыарқаның осынау кең өлемін. Айдым барақ қолғазы сағынған, күннен күміс айдан алқа сағынған. Мың бұралған өзендері жағалауы жасыл құран жабылған, айдын барақ құлқазы сағынған, күннен күміс айдан алқа тағынған. Мың бұралған өзендері ән салшы, жағалауы жасыл құран жабылған. Жайлауында осында жұмағында, маған таныс бір сыр бар бұлағында. Құба келдің құдай-ау ар жағынан, қыздың үні келеді құлағыма. Ауылымда осында анашымда, балқаймағын ұсынған баласына. Айдай ару қалқанмен сырласағын, айна көлдің айналы жағасына. Айдың барақ бұлғазы сағынған, күннен күміс айдан алқа тағынған. Мың бұралған өзендері айтсашы, жағалауы жасыл құран жабылған. Айдың барақ бұлғазы сағынған, күннен күміс айдан алқа тағынған. Мың бұралған өзендері айтсашы, жағалауы жасыл құран жабылған. Айдын барақ құлғазы сағынған, күннен күміс айдан алқа тағынған. Мың бұралған өзендері айтсашы, жағалауы жасыл құран жабылған. Айдын барақ құлғазы сағынған, күннен күміс айдан алқа тағынған. Мың бұралған өзендері айтсашы, жағалауы жасыл құран жабылған. Өте құтты болсын. Осы
Сонымен мемлекеттік рәміздер күніне арналған Қазақстан Республикасының туын көтеру салтанатты рәсімі өз мәресіне жетті. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары. Егемендігіміз баянды болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.